Улус оң болсын, ақ мол болсын деген ақ тілек, ақ ниетпен жылына бір тойланатын дәстүрлі мерекеміз Наурыз мерекесі, көктемнің белгісі, жаңа бір тірлік жырының алғашқы шумағы. Бейжіңдегі қазақ зиялылары бір араға бас қосып, Наурыз күнін тойлап келе жатқанына да 36 жыл болыпты. Биылда сол дағды бойынша 21 наурыз кеш Орталық ұлттар университетінің концерт сарайында Орталық ұлттар университеті қазақ тілі әдебиеті факультетінің ұйымдастыруымен думанды сауық кеш өткізілді. Алыстан ат арытып арнайы келген Алтай аймақтық ән би үйірмесі тартымды концерт нөмірлерімен сауық кешті онан ары әрлендіріп думанға бөледі. Алтай аймақтық ән би үйірмесінің тартымды ән би нөмірлері Алтай аймағындағы барлық халқының мерекелік сәлемін жеткізіп, баяшатты өмірін бейнеледі. Мемлекеттік бірінші дәрежелі әртіс Ван Хунвей сауық кешке арнайы келіп, сары жайлауым қатарлы әсем әндерді тамылжыта шырқады. Сонымен бірге сауық кеште Орталық ұлттар университетінің оқу бітіру алдында тұрған студенттері де қимастық сезімдерін әсем әнмен бейнеледі. Концертке Орталық ұлттар университеті, Алтай аймақтық ән би үйірмесі, Бейжің қалалық ұлттар достық бірлестігі қатарлы орындар мен басқа да қатысты орындардың басшылары қатынасты. Сондай-ақ Бейжіңдегі әр кәсіп, әр салада жұмыс істеп жатқан басқа да қонақтар мен Бейжіңде білім алып жатқан қазақ студенттері қатынасты. Аталған концерттің толық нұсқасын жуық арада торабымыздан көре алатын боласыздар. Сәлеметсіздер, құрметті көрермендер. Бүгін қазақ халқының дәстүрлі мерекесі Наурыз мереке. Бұл енді Наурыз мерекеге айтатын біздің құттықтайтын сөздеріміз ақ мол болсын, көже қой болсын, ұлыс оң болсын, барлық арманға қол жетсін деп осылай тілеріміз. Әрі сіздерге де осындай сәлемімізді жеткіземіз. Бейжіңдегі Наурыз 1982 жылдан бері басталып келе жатыр. Міне биыл 36 жыл болды. 36 жыл деген өзі бір заман. Бұна 1978 жылғы реформадан кейін осындай бір кеңшілік, баяшатшылық болған. Сол заманда міне қазақ халқының дәстүрлі Наурыз мерекесін Бейжіңде жалғастырып келе жатырмыз. Бүгінгі мына ұлттар университетінде өткізген Наурыз мерекесі тек қана студенттердікі емес, бүткіл Бейжіңдегі қазақтардікі. Бұрындар дастархан жайып, сол дастархан үстінде өткізуші еді. Соңғы жылдары бұны өзгертіп, қазақ облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы осы ансамбльдері кезекпен келіп, Бейжіңде сахнада ойын көрсетіп, Бейжіңдегі осы тұратын қазақ туыстармен бірге осындай бір сахналы кеш өткізіп, көңіл ашып осындай бір мәдениетті белеске өтті. Менше болғанда бұл өте жақсы. Бұдан кейін де осындай жалғасады. Бұл жерде мен осы Шинжаңдағы басшыларға алғыс айтам. Осы ретке осы ансамбльді жіберген Алтай аймақтық партком, онсын Алтай аймақтық валилерге, секретарларға бәріне алғысымызды айтамыз. Сіздердің де Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, ұлыс оң болсын. Рахмет сіздерге. Сәлеметсіздер. Бүгін міне ұлыстың күні тағы да бет көрісіп отырмыз. Әр жолғы Наурыз кешіне өткен сайын біздің есімізге осыдан 35 жыл бұрынғы кез орала береді. Өйткені осыдан 35 жыл бұрын Наурыздың алғашқы шымылдығы осы ұлттар университетінде қазақ студенттердің ашуымен басталған болатын. Содан бір қарата міне әр дәрежелі басшылардың, басшы органдардың жетекшілігінде әр жылы Бейжіңдегі қазақ қауымы осы өзінің ұлттық мерекесін тойлаумен келе жатыр. Бүгін де ұлттар университетінің сахнасында Алтай аймағының ойын сауық үйірмесі кеп өнер көрсетіп отыр. Бұл да болса Шинжаңның жүйеден енді Алтай аймағының Бейжіңдегі қазақ қауымына, қазақ бауырластарға берген қамқорлығының бір белгісі. Жерлестеріміздің көрсеткен ойындарын көріп, рухани жақтан бір жаңарып қалғандай болды. Осы орайда енді Алтай аймақтық парткомға, Алтай аймақтық өкіметке және әр дәрежелі басшыларға, Алтай халқына көптен көп рахмет айтамыз.